Мына приложениемен билет шығарып алдық онлайн. Өзіміз. From Chicago to Las Vegas. Любойкомыз жолға шықтық. Бұйыртса 5 сағаттан кейін самолет ұшады, ерте келдік аэропортқа. Еще 4 сағат 10 минут ұшады. Сонда бұйыртса 9 сағаттан кейін Лас-Вегаста боламыз ғой. 7-ші орын секет, 9-ші орын екен. Біз деген Лас-Вегаске қондық. И сразу мне резко. Лас-Вегас. Ал күт ал бізді. Мына Лас-Вегастың аэропорты, бірақ шыққан кезде, мына планеге вақытта шыққан кезде, что-то маған бар ғой, Дубай есіме түсіп кетті. Видимо, архитектурасы келе ма содан шығар. Везде реклама, е? Бірақ мына жақтың атмосферасы басқаша екен, да? Дедақта қазір сат әр ел сияқты, да? Әрлі түрі ел сияқты, е? Формасы, полицейскийлердің формалары, машиналарының несі, оформленесі әр жерде әр түрлі екен. Әр сат әр түрлі. Городской Хендерсон такси деген, міне, айтайын деп отқаным, бізге қазір мынау дейтін в среднем $28 шығып тұр. Налогымен бар несімен. Uberмен заказ беріп едік, Uberмен $43 болды. $13 қымбат. Гостиницаға келіп жатырмыз. Феста март 24-іне. Лас-Вегас Hilton at Resort World деген гостиницаға келдік. Тілін бұратылып қалдық айтам деп. Стойкіде бір адам тұр екен. Лас-Вегастағы ең жақсы гостиницалардың бірі. Мен ағылшынша көп сөйлей алмаймын, қуаныш сөйлесіп жатыр. Келтіріп, бәрін аман-аман. 2:30-3 болып жатыр. Біз ертең күндіз 4-те кіреді екенбіз. Бірақ сол зданиеде басқа гостиница бар екен мынандай. Конрад дейді. Соған келіп жатырмыз. Бір күнге $200 $241 налогпен. $241 налогпен. Мынандай гостиница. Күшті екен. Ол қуаныш болмаса, біз нақтан не айтарымызды білмей жүреміз ғой. Транслейтерді қосып, ол түсінбей, мен түсінбей, қуаныш актер келіп сөйлесіп бәрін аман ғой. День первый. Орный. Күшті екен де? Бар. Холодильник. 2 спальный бар. Комнатасы. Үлкен телевизор тұр. Тумбочка. Журнальный столчик. И вентиляция жасап тұр. Гостиницамыздың видін көрейік. Нақты дейтін. Бәрі нелер отель, сосын казино сондай. Мынау резорттың несі, паркі. Мына жер. Лас-Вегастың бірінші таңы вид осындай. Лас-Вегас былай қарай, ұзындығы былай қарай кетеді. Қазір шығып қараймыз. Мына лифт тек 24-ші этажға дейін алып барады. Бір лифттер бар. Орда қошым бар ғой, мұнда бар ғой, 10-15 лифт бар, мен байқағанымша. 24-тен 60-қа дейін деген сияқты. Завод сон проектта қызығыш. Мына жоғарысында алып тұрады. Мынау 1-ден 24-ке дейін лифт. Міне. Мынау 1-ден 24-ке дейін. Мына алдымыздағы 1-ден 6-ға дейін және 25-36-ға дейін екен. Мына төртеу. Екіге бөлінген ғой, 3-ке. Мына тек қана бір блогы. Ход міне. Мына тек бірінші блогының коды. Сосын мұнда дейтін уже арғарай казино.
міне Көп қарап адам ғой. бұл қарайған адам жүрген қыдырып деп қойып жүрген. Мында бар міне 37-тен жоғары қарай уже 66 дейді. 4 па сонда? 4 өрімге бөлінген ғой. No, ресепшені прям холл. Мында әдемі гамбургер, чай, Хилтонда завтрак. Хорошее настроение. Хорошее настроение. Стоит 43-те 24 доллар. Чизбургер 29-да 90 и 2 шай 10 доллар. Да, рулетка ойнап 200 доллар салып 400 доллар шығарып алдық. Енді мынандай заттар ойнаймыз деп арзандау. Центпен ойнайды екен. Бірден түсті ғой. Короче, 100 бірдеңе неше жетпіс пе? Жетіп түсті ғой аңғара. Жетіп түсті, бірдеңе жиырма жетіп түсті аңғара. Камера түсіп атқан кезде ше да? Круто, круто. Бірақ табыру келмей қалды. Құдай бер енді. Тағы да бірден өттім. Екі түсті осы маған. Казино жалпы адамның психикасына қаралып жасалған. Бірінші ойнаған 80% клиент ұтыста болады. Сосын сен одан да көп ұтамын деп иллюзияға берілесің. Жан-жаққа алаңдамау үшін казиноның ішінде сағат, терезе жоқ. Күн екен, түн екен сезбей қаласың. Отыратын жеріңде официант келіп, тегін кез келген сусын және алкоголь ұсынады. Ал егер жақсы ойыншы болсаң, казино шикарный номер, ұшып келетін кетуің, проживание тегін береді. Мына ойынды ойнадым жаңа міне. 10 доллар салдым. 20 доллар болып тұр, соны шешіп алайын деп отырмын. 22 доллар шығарып алып отырмын мен. Қазір ана жерде ақшаны наличие санап береді қолына. Аз-маз ұтқан ақшамызды купонмен мынаққа келіп ауыстырып 122 доллар үшін міне. міне. Молодец. Маған бес, молодец. Енді ойнамаймыз, болды нормально. Интереспен. Ұтадық, бәрін еттік, қарадық. 122 доллар мен. Аз-маз ұттық. 122 болады ғой. Juba, біздің жатқан отель шикарный, да? Шынымен де Америкада жүріп па? Лас-Вегас қой мынау. Мына гостиница деймін да, бізге дейтін Шығып тұр. Суткасында 330 доллардан шығып тұр мен. 330 доллардан. Бір күнге 330 доллар. Лас-Вегас қайдан шыққан? 1829 жылы саяхатшылар Техастан Лос-Анджелеске келе жатырып адасып кеткен. Күннің ыстығына астында шаршап, шөлдеп, сулары біткесін олар тоқтап лагерь жасап тоқтаған. Бірнеше адам су іздеп шыққан. Солардың арасында Рафаэль Ривера шөл даланың арасында жер асты ауыз суын тапқан. Осы жердің атына Лас-Вегас деп қала арнап қойған. Испан тілінде плодородный долиной болып аударылады. Лас-Вегас Невада штатында орналасқан. 1905 жылы құрылған. Халықтың саны 700 мыңдай. Лас-Вегас әлемдегі ең үлкен ойын-сауық қалаларының бірі. Далада осындай эскалатор тұрған бірінші көріп отырмын. Переход ары қарай. Жолдың ар жағында да солай көтеріліп тұруға болады екен. Мынау фэшн шоу дейді мұнда. Киім сондай. Брендтер үшін бәрі осы жақта. Кілең гостиница, апартаменттер әлі түрлі. Қараған адам не алып жүрген білмеймін. Әйтеуір жүрген адам дейсің ғой. Біз жақсы жүрген адам шығар. Казино қалай тап болған? 1915 жылы азарт ойын ойнауға рұқсат берген, бірақ ұтысты тек темекі әлде алкоголь ұсынған. Заңға түскен осы өзгерістер болашақ казино ашылуына фундамент болды. Сосын 1919 жылы азарттық ойындар заңсыз болып жабылып, қаланың экономикасына соққы болды.
Көп уақыттан өткеннен кейін 1931 жылы Лас-Вегастың тағдыры қатты өзгерді. Себебі азарттық ойындар қайтадан заңдастырылды. Сол әрекеттен кейін Лас-Вегастың экономикасының бюджетіне ақша құйылып басталды. Осы проектте себепші болған жергілікті тұрғын мистер Тобин. Ол кісі өзі азартный ойындар ешқашан ойнамады. Рулеткада $20 салып, $100 толықтың. Аяқтан барып анау жасап аламыз ана жерде Абналсаймыз. Электронный рулетка. Все кетіп жүр. Жақсы ойын болды? От души настроение жақсы, кетіп жүр. Давай. Жұбаныш, мана $100 абнал жасап жатыр міне. Мейрам қаласы, Арман қаласы. Лас-Вегас жылына ортамен 40 миллион турист тұруға келеді. Күні-түні демалмайды. Күнделікті шоу, шикарный және арзан отель, мыңдаған ойын павильон және миллион жарық. Айтпақшы, Лас-Вегастағы жарық әлемдегі ең көп топ құртатын қалаларының бірі. Туристерді қызықтырып тарттыру үшін әлемдегі үлкен қалаларының миниатюраларын салып қойған. Атақты Париждегі Эйфелева башня, Венециядағы каналдың бір шеті, әлем орталығы Нью-Йорк, тағы да көптеген ғимараттар. Осы Лас-Вегаста атақты киноларда түсірілген «Мальчишник в Вегасе», «11 друзей Оушена» және «Легенда Крестный отец». Жеңіл желпек киініп жүрген қыздар қасыңа келіп суретке түсейік деп ұсынады. Но алданбаңыздар, олар содан кейін ақша талап етеді. Осындай жанрда әртүрлі нарядпен актерлар өте көп. Мана заведение тұр екен, Tacos El Gordo деген. Ішінде адам толып отыр. Жұбаныш қайтам, кеттік ішіне кіріп тамақ жеп алайық деймін да. Все хорошо деп, мынаны көрдік бұның үстінен түне. Етті да енді, ет деп ойлайсың ғой, шаурма ретінде бір тұр ғой. Жақындай бересің. Мұнда адамдар тұр міне бәрі очты. Міне бәрі очты тұрған бір. Мұнда мынаны көріп қалдым. Шушқаның еті ау деймін, желание кетіп қалды жеуге. Анау қызыл дейтін шұшқаның еті сияқты меніңше. Окорочка мынандай емес. Қойдың еті мынандай емес. Лас-Вегастағы 2 күн ішіндегі қорытындысы. Минусты айта кетсек, біріншіден криминал көп екен, 70% Америка бойынша. Екіншісі, жаздың ыстығы 46 градустан жоғары болуы мүмкін. Үшінші, бала шағамен жүретін қала емес. Ал позитивтік жақтары, адамдары сыпайы, мәдениетті, сэр, мэм деп күтіп алып шығарып салады. Екіншісі, қаланың ана шетіне, мына шетіне дейін 25 минутта көлікпен жетуге болады. Үшінші, өмірлік ұмытпайтындай эмоция қалдырды. Ал сіздер келер ме едіңдер Лас-Вегасқа? Неге? Лас-Вегастан Лос-Анджелеске бара жатырмыз. 6 сағат жүреді дейді. Сізбен бірге болған Қуаныш пен Жұбаныш, сау болыңыз. Олар бар екен,